Жыбын таппай, жалғыстырап жүрген бойдақтар мен қарыз қамтынан құтылмай қамыққандар үшін биыл сәтті жыл болмақ. Өйткені жылқы жылы шаңырақ көтеріп борыштан құтылуға мол мүмкіндік сыйлайды екен. Сандарды сөйлетіп, жұлдызнамаға жүгінген мамандардың болжамы осы. Тіпті халық саны артып, бэби-бум болады деп қуантып қойды. Жаңа жыл жақсылығымен келсін дейміз әрине. Әрі қарай арна тілшісі Нұрай Құрақбай жалғастырсын. Нумерологтар сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. 2026 жылы бір саны кірет, бір бізде жаңа бастама, жаңа старт жылы дейміз, алдыдағы 9 жылға бір фундамент құятын өте күшті жыл болғай тұр. Айтып-айтпай не керек? Бұл жыл бұрынғыдан әлде қайда өзгерек. Туған күні бірмен аяқталатын, бір күні туылған, немесе 28-і туылған, 19-і туылған адамдар, сол адамдардан көбірек жол болады. Биыл еңбек етсең еленет, ерінбеген байлықтың түр-түріне кенелет. 2026 жылдың ең бастапқы ережесі бұл еңбек қорлық. Қанша еңбек етесіз, сонша табыс табасыз, сонша бақыт табасыз. Бұл кезде ешқандай кедергі жоқ. Алға қарай талпыныстары бар адамдарға, жаңа бастамаларды қолына алған адамдардың бәрі жылқы жылы қолдайды. Еліміз үшін де осы жыл елеулі, жылқының Қазақстанға көп дейді берері. Жылдың екінші жартысы жақсы екен. Яғни 6 айдан ары қарата біздің жалпы елімізде өсу болады. Жылдың екінші жартысы өте қолайлы да жайлы жыл болады. Әсіресе мынау Қазақстанның батыс жағында және оңтүстік жағында экономика қарқындап дамиды деп күтілуде. Тамыз айында біз күшті табысқа жетеміз. Негізі осы жерде мүмкін мемлекеттікте экономикасы жақсарып кетеді. Көп адам қарызынан құтылады, жаңа жұмыс орындары ашылады дейді сарапшылар. Әсіресе әр саладан жаңа есімдерді жиі естиміз. Барлық салалардан еңбек ететін өнерлі адамдар атақты болып шыға бастайды. Мысал ретінде спорт болсын, музыка болсын, кино болсын, инженерия, технология, барлық жерлерден адамдар, жаңа адамдар табыла бастайды. Білетіндер жылқы жылы шаяндарға байлық, ал мына адамдарға сәттілік әкеледі дейді. Кімнің жылы 6 мен 7-ге аяқталады, өздерінің жылдары кіреді. Оларға ең сәтті жыл. Яғни және 66-67, 76-77 деймізде 86-87-лерге. Одан бөлек, мысалы 88-89, кімнің жылы 8 мен 9-ға аяқталады. Алдыдағы 2 жыл старт, фундамент жасайтын, табыс көзі өсетін жылдар. Бұл жыл әр зодиактың 20-сынан 25-інің аралығында туған адамдарға өте үлкен маңызды жаңалықтар алып келуі мүмкін. Басы бос жандарда бос өткізбесін уақытын. Биыл көп бойдақ кездестіреді екен бақытын. Жылдың екінші жартысы той домалақ, шаңырақ құруға өте сәтті период. Ал қазан айында негізі махаббат саласы алдыға басады. Сол уақытта егер де біреуді кездестірсеңіз, бұл сіздің тағдырыңыз деп ойласаңыз да болады. Бала туу көрсеткіші де көбейеді. Көп шаңырақтан сәбидің үні естіледі екен. Бұл жылы негізі балалардың туу көрсеткіші жоғарылайды. Негізі бэби-бум болады, Жалпы есіктен еніп төрге шыққалы тұрған қамбар ата ұрпағының қазақ үшін қашан да жөні бөлек қой. Ішсең қымыз, мінсең көлік, жесең ет. Этнографтар аттың үсті тақтан да қымбат деп баға берді. Жылқының ақылдылығы. Ол жаңа жылқыларда, жаңа тетіктерде, еуропалық жаңа тазаған ақысында болмайды. Қазақ жылқысында болады. Айтпақшы, баспана алам дегендерге де құлақ қағыз, спикерлердің жақсы жаңалығын тыңдаңыз. Адамдарға үй алу, тұрғын үй алу өте қолжетімді болуы мүмкін осы жылы. Маған өзім болжамым үйлер шамалы арзандау мүмкін деген ақпаратты берді. Ендеше тұлпарға мініп шабатын, мол табыстар табатын жемісті жылға аяқ басыппыз. Сарапшылардың болжамы керемет, енді бізден тек керегі әрекет. Мамандардың айтқаны айнымай келсе екен дейміз. Нұрай Құрақбай, Мария Молдақұлова, Астау жаңалықтар.